الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على رسوله المصطفى وبعد. Biz İbn Cüzey el-Kelbi rahimallahu ta'alaның At-Teshil li ulum at-Tanzil atты tafsir kitabından sabaq өтіп жатқан едік. Ол кісі тәпсір кітабының кіріспесі ретінде тәпсірші адамға керекті болған 12 баптан тұратын бір керемет кіріспені, бір өз алдына бір кітап болуға тұратын керемет кіріспені айтып өткен. Біз соны өтіп жатқан едік. Ол жерде Құранға қатысты 12 ғылым деген бапқа келгенбіз. Алдыңғы сабақтарда естеріңізде болса тәпсір ғылымы, екіншісі қирағат ғылымы жайлы сөз қозғадық. Енді أحكام Құранға келіп тоқтадық. وأما أحكام القرآن فهي ما ورد فيه من الأوامر والنواهي дейді. Ал Құран үкімдеріне келетін болсақ, Ахкамул Құран деген ол Құран үкімдері деген. Ахкамул Құранға келетін болсақ, ол дегеніміз Құранда келген бұйрықтар мен тыйымдарға қатысты мәселелер дейді. والمسائل الفقهية және фиқх мәселелері осы Ахкамул Құран деген айдардың астына жатады дейді. وقال بعض العلماء кейбір ғалымдар былай деген дейді. إن آيات الأحكام 500 آية. Құран-ы Кәрімде үкімдерге қатысты аяттар 500 аяттан тұрады деген дейді. وقد تنتهي إلى أكثر من ذلك إذا استقصى تتبعها في مواضعها дейді. Егер де адам әрбір орнын зерттеп, санап шығатын болса, 500-ден де асып кетуі мүмкін дейді. وقد صنف الناس في أحكام القرآن تصانيف كثيرة дейді. Адамдар, яғни ғалымдар, осы Ахкамул Құран саласында өте көптеген кітаптар жазған. ومن أحسن تصانيف المشارقة فيها تأليف إسماعيل القاضي وابن الحسن كياه дейді. Мына шығыс ғалымдарының ішіндегі ең жақсы осы Ахкамул Құрандағы ең жақсы жазылған кітаптардың бірі ол Исмаил Қадидің және Ибн Хасан Кияхтың Ахкамул Құран еңбектері болып табылады дейді. Жалпы шығыс батыс деген не? Шығыс дегеніміз мынау Мысырдан мына жаққа, ислам әлемінің мына жағының барлығы шығыс деп аталатын болған. Мысырдың арғы бетінен ана жаққа барлығы батыс деп, осылай шығыс батыс әлемі деп осылай қарастырылатын болған. бірақ ومن أحسن تصانيف أهل الأندلس تأليف القاضي الإمام أبي بكر بن العربي дейді. Ал Андалус халқының ең жақсы осы Ахкамул Құрандағы еңбектерінің қатарында Қади имам Абу Бакр ибн Арабидің еңбегі дейді. Ал-Қади al-Хафиз ибн Мухаммад ибн Абдул-Мун'им ибн Абдул-Рахим al-Маруф ибн al-Фарас дейді. Яғни Мухаммад ибн Абдул-Мун'им ибн Абдул-Рахим ибн al-Фарас деген атпен танылған кісінің еңбегі де Андалустағы ғалымдардың ең жақсы кітаптарынан бірі болып табылады дейді. Бұл кісі қарасаңыз шығыстағы ең жақсы кітапты айтты, батыстағы ең жақсы кітап айтты. Енді мен сізге бүкіл ислам әлеміндегі ең жақсы Ахкамул Құранда жазылған еңбек қайсы деп сұрасаңыз, соны айтайын. Ол Әл-Джассас деген кісінің Ахкамул Құран деген тәпсір болып табылады. Джассас деген кісінің Ахкамул Құран деген тәпсір кітабына қарайтын болсаңыз, өте керемет кітап екенін көресіз да. Одан кейін келген бүкіл тілге алып өтілген барлық ғалымдар көп жерінде сол Джассастың кітабына сүйеніп жазған. Сондықтан да бүкіл ислам әлеміндегі көшбасшы ең күшті кітап осы саладағы Ахкамул Құран, Джассастың Ахкамул Құран деп айтады едік. وأما النسخ فهو يتعلق بالأحكام لأنها محل النسخ إذ لا تنسخ الأخبار ولا بد من معرفة ما وقع في القرآن من الناسخ والمنسوخ. Ал насыққа келеді. Насық дегеніміз үкімін жойған, күшін жойған деген мағынаны білдіреді. Ол үкім аяттарына қатысты үкім мәселе болып табылады дейді. Неге? Өйткені үкім аяттары, үкімдер, яғни үкімдер ғана күшін жою құзыретіне ие дейді. Үкімдер ғана. Себебі жаңағы бұрынғы өткен хабарлар, немесе ақида мәселелері, ол үкімін жоятын аяттардың, үкімін жоятын мәселелердің қатарына жатпайды. Олар үкімін ешқашан жоймайды дейді. Және де Құранды оқитын адам, тәпсір саласына кірген адам міндетті түрде үкімін жойған және үкімін жойғызған аяттардың қайсысы екендігін жетік
білу керек дейді. والمحكم وهو ما لم ينسخ. және де нәсх болмай үкімін жоймаған мұхкам аяттарды да жетік білу керек дейді. وقد صنف الناس في ناسخ القرآن ومنسوخه تصانيف كثيرة وأحسنها تأليف القاضي أبي بكر ابن العربي дейді. Осы Құранның насих Құран деген салада көптеген ғалымдар өте көп еңбектер жазған дейді. Сол еңбектердің ішіндегі ең жақсысы дейді Қади Абу Бакр ибн Арабидің еңбегі болып табылады дейді. وقد ذكرنا في هذه المقدمات بابا في قواعد النسخ. Осы кіріспемізде дейді насхтың ережелеріне арналған арнайы бір бап атап өттік дейді. وذكر ما تقرر في القرآن تقرر في القرآن من المنسوخ وذكرنا سائره في مواضع дейді. және де дейді осы Құран кәрімде үкімін жойған аяттар жайлы айтып өттік, және де әрбір аяттарды өз орнында да тілге алып өттік дейді. Яғни үкімін жойған болса, үкімін жоюшы аяттар болса, онда өзгелерін Құран кәрімнің барысында айтып өттік дейді. وأما حديث غلنا كده مصاب فيحتاج المفسر إلى روايته وحفظه لوجهين дейді. Тәпсірші ғалым хадис ғылымына екі жақтама мұқтаж болады дейді. Екі жақтама қажеттілік туындайды. Біріншісі, الأول أن كثيرا من الآيات في القرآن نزلت في قوم مخصوصين ونزلت بأسباب قضايا وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوات والنوازل والسؤالات. Біріншісі дейді, көптеген Құранның аяттары пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям замандағы белгілі бір қауымдардың үстінде түсірілген. Және де белгілі бір себептермен пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям замандағы жаңағы ғазауаттар, сол кезде орын алған жаңа оқиғалар, немесе сахабалардың сұраған сұрақтары, мүшриктердің сұраған сұрақтары болған, солардың қарсысына түсірілген дейді. Сіз сол аяттарды түсіну үшін сіз сол мәселелерді білуіңіз керек. Ол мәселелердің барлығы хадистер болып табылады. ولا بد من معرفة ذلك ليعلم في من نزلت الآية وفي ما نزلت ومتى نزلت. Жаңа айтылған нәрселердің барлығын білуіміз керек. Неге? Өйткені ол аяттар неге түсті, қашан түсті, және кімнің үстінде түсті. Осы нәрселерді біз білуіміз үшін дейді. فإن الناسخ يبنى على معرفة تاريخ النزول لأن المتأخر ناسخ للمتقدم дейді. Біз бір аяттың өзге аяттың үстінде күшін жоюшы екенін білуіміз үшін біз оның қай уақытта түскенін білуіміз керек дейді. Неге? Өйткені бірінші түскен аятты екінші түскен аят күшін жояды дейді. Соны біз білуіміз керек. الثاني екінші أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير من تفسير القرآن فيجب معرفته. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламнан көптеген тәфсірлер келген. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам Құран аяттарын тәфсірлегендігі жайлы көптеген хадистер келген. Міне біз сол нәрсені білуіміз керек. Неге? لأن قوله عليه السلام مقدم على أقوال الناس. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның сөздері өзге адамдардың сөзіне қарағанда алға жылжытылады. Егер де мәселен бір жерде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам сөз тұрса да бір аяттың тәфсірінде, және басқа адамдардың сөзі тұрса, біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам сөзін аламыз да басқа адамдардың сөзіне мән берместен тастап өтіп кетеміз. Ал қиссаларға келетін болсақ Құрандағы, فهي من جملة العلوم التي تضمنها القرآن فلا بد من تفسيره дейді. Қиссастарға келетін болсақ, бұл Құран кәрім өз ішіне қамтыған бірнеше мәселелердің, бірнеше тақырыптардың бірі. Сондықтан да оны да біз тәфсірлеуіміз керек. Оны да біз халыққа түсіндіріп беруіміз керек. إلا أن الضروري منه ما يتوقف التفسير عليه. Бірақ дейді, қажеттілік туындайтын нәрсе жаңа қиссалардың ішінде. Тәфсір онсыз болмайтын дүниелер тәфсірге керекті. Тәфсірге мұқтаж болған қиссалар болып табылады дейді. وما سوى ذلك زائد مستغنى عنه وقد مستغنى عنه дейді. Ал одан басқа жаңа тәфсірдің мағынасын ашып беруші болмаған қиссалардың барлығы кенде болға болатын артықша дүниелер дейді. Әрине оның да пайдасы бар, бірақ мынандай қысқа кітаптарда тілге алынбаса жөн болады.
وقد أكثر بعض المفسرين من حكاية القصص الصحيح وغير الصحيح дейді. Кейбір тәпсірші ғалымдарымыз қиссалардың ішінде дұрысы бар, бұрысы бар барлығын тілге алуды көбейтіп жіберген дейді. حتى أنهم ذكروا منه ما لا يجوز ذكره مما فيه تقصير بمنصب الأنبياء عليهم السلام дейді. Тіпті кейбіреулері пайғамбарлардың дәрежесіне лайықты болмаған, айтуға болмайтын сөздердің өзін тәпсір кітаптарында тілге алып жіберген дейді. أو حكاية ما يجب تنزيههم عنه, немесе пайғамбарларды одан пәктеу тиіс болған кейбір лас қиссаларды айтып жіберген дейді кейбір тәпсірші ғалымдар. Енді мәселен мынау не дейді, бұрынғы ғалымдардың сөздерін жаңағы халықтардың ішінде қиссаларды тілге алып жіберген, бірақ оны айтуға болмайды. Мәселен пайғамбарларға жалған жалалар бар да, соларды да тілге алып жіберген кейбір тәпсірші ғалымдар. وأما نحن فاقتصرنا في هذا الكتاب من القصص على ما يتوقف التفسير عليه дейді. Ал біз болсақ дейді, тәпсірдің мағынасына керекті болған қиссалармен шектелдік дейді. وعلى ما ورد منه في الحديث الصحيح, немесе сол қисса жайлы сахих хадис келген қиссалармен ғана шектелдік дейді. Ал енді тасаввуфқа келетін болсақ, وأما التصوف فله تعلق بالقرآن дейді. Ал сопылық ғылымына келетін болсақ, оның да Құранмен байланысы бар дейді. Сопылық ғылымына келетін болсақ, оның да Құранмен байланысы бар дейді. Неге? لما ورد في القرآن من المعارف الإلهية. Себебі дейді, Құран-ы Кәрімде Алла Тағала тарапынан берілетін нелер бар, білімдер бар дейді. Алла Тағала тарапынан ғана берілетін білімдер бар дейді. Уариядатын нуфус, және де адамның нәпсін тәрбиелеу, адамның нәпсін не дейді, аз-аздан жетілдіру, пәктеу мәселелер бар Құранда дейді. Уатанвирул қулуб, және де дейді, жүректің нұрландыру мәселелері бар дейді. Сондықтан да Құранды тәпсірлеуші адамға міндетті түрде сопылық ғылымын білуі керек болады дейді. وَتَطْهِيرُهَا بِاكْتِسَابِ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَ, және де адам жүрегін жақсы мақталған мінез құлықтарды иелену арқылы жүректі тазалау да осы Құранда тілге алынған дейді. وَجَتِنَابِ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَ, және де датталған жаман мінез құлықтардан шеттелу де осы Құранда тілге алынған дейді. Сондықтан да біз сопылық ғылымына Құранды түсіну үшін мұқтаж боламыз дейді. Хаза валлаху алам, ва саллаллаху аля набийина Мухаммад.